кезекке қою үшін біз Өркен отбасы банк KZ осы сайтқа жазамыз. Осы сайтқа кіреміз. И мына жерде подать заявку дегенді басамыз. Выбрать ЭЦП менен кіреміз. Яғни өзіміздің ЭЦП кілтімізді таңдаймыз бұл жерден. Қай жерде біздің ЭЦП кілтіміз жатыр, вот соны таңдаймыз, я. Так, менде загрузкида тұр. ЭЦП кілтін таңдаймыз, паролін қоямыз, и осылай обработка болады. Мінеке аты жөні шығады өстіп. Мына жерден заявление бөліміне өтеміз. Постановка на учет, подать заявку деген таңдаймыз. Мына жерде біз жаңағы кімге заявление береміз? Өзіңізге ме, басқа біреуге ме? Өзіме деп таңдадық. Мына жерде қандай категорияға жатасыз деп тұр, я? Жаңағы көп балалы ана, алтын алқа, или көп балалы отбасы болса, көп балалы отбасы, немесе күміс алқа болса, күміс алқа, мат героина болады, яғни многодетные семьи, имеющие 4 более 4 баладан жоғары деген сөз. Мына многодетный семья болса 4 бала мынау. Мына жерде болатын болса многодетный семьи, имеющие 4 более несовершеннолетних детей деген сөз. Мынау бізде жаңағы балалардың жас аралығы 18-ге толмағандар болады ғой. Бәрі қатар 5 бала болады, е. Осы категория 4 и одан көп жаңағы кіші жастарға 18 жасқа толмаған бала деген сөз. Мына категория болатын болса, бұл жерде көп балалы отбасы, бірақ әркімде әртүрлі жағдай болады, я. Кейбіреулердің балдары 2 баласы 18-ге толып кеткен болуы мүмкін, бірақ қалған 2-ге толмаған болуы мүмкін. Онда кезде мына категорияны таңдаса болады. Енді төменгі жағында жетім балалар, немесе инвалид бала асыраушы, немесе бірінші, екінші группа инвалидтер, жаңағы мынау вдова, жаңағы жалғыз бастана, я, жаңағы мына жерде ұлы отан соғысының ардагері деген сияқты. Осы жерде қайсысына сәйкес келеді, соны таңдайсыз. Немесе бұл кісі мүлдем ешқандай категорияға сәйкес келмейді, сондықтан не определено деген таңдаймыз да, біз продолжить деп өтеміз. Енді мына жерде заявление на постановку, на учет деп тұр. ЭЦП кілтіңізбен жаңағы қол қой деп тұр, я. Сондықтан иә, келісемін деп мен ЭЦП кілтімен қол қоямын. Паролін жазамын. Болды. Сосын менің заявкам кетеді. Енді міне подписаны деді. Мына жерде тағы да обработка подписать ЭЦП деп басамын, келісемін деп басамын, продолжить деп басамын. Яғни мен өзімнің ЭЦП кілтіммен қол қоямын. Открыть дейміз. Мінеки екеуі де бізге кетті, отправить деп басамын. Міне мына жерде обратите внимание деп тұр. В данный момент осуществляется получение данных из государственной информационной системы деп тұр. ГИС, яғни мемлекеттік жаңағы системадан сіздің даныларыңыз, яғни барлық құжаттарыңыз тексеріске кетті. Бұл сізде біраз уақыт алуы мүмкін деп тұр. Енді төмен жағында қарасақ, мына жерде запрос кетті деп тұр. Біз 3 минуттай күтеміз, содан кейін барып, мына жерден обновить етсек болады, өйткені шығады. Одан кейін туыстарының келісімі, мына 5-ші этап. Қазіргі таңда сайт тек қана осы 4 этапқа дейін жұмыс істеп тұр. Одан кейін 2-3 жұмыс күннің ішінде 14-14-тен SMS код келеді. Яғни сіздің мүмкін бір балаңыз бар, 2 балаңыз бар, жолдасыңыз бар, солардың жолдасыңыз ЭЦП кілтімен келісім береді. Балдарыңыз болатын болса, балдарыңызға 14-14-тегі SMS-ке келісемін деп өзіңіз келісім бересіз. Содан кейін барып, мына 5-ші этап орындалады. Одан кейін барып 6-ші этап, яғни толығымен сіз үй кезекке тұруға болады ма? Жоқ әлде болмайды ма? Соның нақты жауабы келеді. Бұл жауапты біз 6-шы, яғни завершение этап, осы 6-шы этапты біз жеке кабинетімізден өзіміз көре аламыз. Әдетте үй кезекке қойылуын 10-12 күн қарайтын толығымен, немесе 14-14-те SMS болып келетін. Осы екі этап
енді орындалады. Үшінші бөлімі, мына жерде бізде данный төрт этапты орындап қойдық. Енді обновить етіп көреміз, бізде не шығады екен. Мінекей, жауабы шықты, иә, мына жерде идет запрос в госбазы данных деп тұр, иә, время ожидания еще до несколько минут деп тұр. Яғни успешно деп шығып тұр. Мына жерде мен обновить етемін. Сервисқа кетті, иә, толығымен. Енді мына бізде төртінші этапты орындау үшін бізге кішкене күту керек. Сабақ пайдалы болсын, парақшама да келіп қойыңыздар, пайдалы болса, қандай да бір түсінбеген сұрақтар болса, жазыңыздар, қуанып қаламын. Түсінікті болды деп ойлаймын.